Сәлем, менің оқырмандарым, көбіңіз маған тіркелмей көреді екенсіздер. Маған тіркеліп дамуыма өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Балдызыммен көңілдес болдым. Менің есімім Сайлау, жасым 40-та, жеке газель машинамен индрайвермен жұмыс жасаймын. Жаздың бір күні балдызым Айша садикте жасайды. 30-дағы келіншек жезде үйге тамақ апарып тастайықшы деп телефон соқты. Мен иә деп обедке жақын барып тамақтарын алып үйіне апарып көмектесіп этажына апарып бердім. Обедтің кезі жезде шай ішіп кетшейші деп өтінген соң жарайды деп күйеуі бажам да үйінде екен, бірақ ол мас күнде арақ ішеді, алкаш. Балдызым арық та семізді емес, әдемі келіншек, қызығып жүретін едім. Содан обед ішіп мен жұмысқа кетейін деп жатқанда балдызым келіп жезде рахмет, тағы керек кезде шақырам деп күлімдеп мен шығып кеттім. Содан балдызым ойымнан кетпей қойды. Орташа емшек толық сан есімді тандырды. Қашан шақырады деп күнде ойымнан кетпеді. Арада 15 күн өткенде телефон соғып тағы заттарын апарып беруімді өтінді. Мен келісіп айтқан уақытында барып заттарын тиеп алып үйіне апарып бердім. Түс мезгілі обед ішіп кет деп ас үйге кіріп кетті. Бажам баяғы әдетім ас ұйықтап жатыр. Мен ас үйге кіріп не пісіріп жатырсың деп артынан барып белінен құшақтап, қодағым тұрып тұр, балдыз халатпен жүр артына такап едім. Ол да мұндайды күтпеді. Ме тартыншақтап қалды. Мен мойнынан иіскеп кетіп шай ішетін бөлмеге кеттім. Содан мен шыдай алмай ертесіне телефон соғып пиво шашликке барайық деп ұсыныс айтып едім. Ол мен кафеге бармаймын деді. Онда квартира алайын деп едім. Жарайды деді. Балдыз менімен істейді, түскі айта шығам деді. Мен 3 сағатқа квартира алып пиво шашлик, өзіме шикушка коньяк алып екеуміз квартираға бардық. Содан отырып пиво ішіп мен аздап коньяк іштім. Жайлап балдызымды құшақтап аймалап ерінен сүйіп аймаласып кеттік. Котак как шиіп тұрғанда 17 смол, мұндай котакты кәрмеген, қолымен ұстап кашайлап жатыр. Содан не керек, жайлап түкіріктеп жартысын зорға тіктім. Балдызым шыдай алмай ыңырсып жатыр. 5 минутта ағызып жібердім. Балдызымда бір рет ағыздым деді. Сағатты қарасам 1 сағат қалыпты квартираны тапсыруға. Балдызым жезде жақсы секседі екенсің, қотағың да жақсы екен деп тағы қотағымды аузымен сүйіп тұрғызуға енегімді жалап, бұрын бұндайды жасамағанмын дейді. Сенің қотағың ұнады деп сорып тұрғызып алып үстіме отырып атшабыс жасады. 3 рет шыңғырып өзі ағызды. Мен де қалыспай тоңқайтып содан кейін алдынан до конца тығып қотак маткісіне кіріп кетті. 15 минутта түбіне ағыздым. Ол да сезіп жатыр екен ыстық сперманың құйылып жатырғанын. Содан 1 жыл болды екеуміз ашынысып жүргенімізге.